Сендердин ажелериң кайда? Качан келет? Биздин ажемиз карантинде коронавирус менен ауырып калган. Жазынса келеді. Карлыгастын күйөсү сомунан кейін салдыга. Анан баста анада болосун. Yapacağım. Gel. Çizgi basıp. Var mı? Cıva. Ja? Aha. Ne? Berge. Ana kolumda. Hansta. Şey. Tokta. Usta. Ya. Ya. Koydun mu? Koydum. Hadi. No chapi no chapi. Basma, vurup жүресің. Bir қолыңмен управлять етесің. Söylemеңді. Don Quixote келатыр. Так, чудиш? О. Давай енді, бар. Apık. Gelmeyin kasıma gel.
Odancha kitap okuyunlar deb aytadi ya. Tejatdan жоқ сияқты ya. Balakaylar, baypaylar. Stadıklar mı benim? Balakaylar, baypaylar. Endi ешқайда қашпайсыңдар. Сосканды тастайсыңдар, кітап оқуды бастайсыңдар. Жар, жанның артымен тұрып жер. Ара сілтемірді қор, сілтемірді алды. Ара сілтемірді алды. Ana uzun ayır verirsen taş mı ana? Al balalar, balakaylar bir qarаңдар. Baypay көресіңдер, ya? Al, білім қайда? Білім? Kitapta. Olay болса, kitap оқып тұру керек, солай ма? Біз қазір жарысып kitap оқимыз. Былай істейміз. Қазір кім көп оқиды екен? Минутқа. Asqar ona birga tamomlangan shaqirtirgan. Tamamdan keyin alдар ko'zsiz sastab qarasam Әжем өзінің ұлдарының өңшең аруларды айтады. Соның тестеріне менің әжем тым болмаса немерелерін ертемесі бір кәдімгі бас қосқан жердегі бастама өлеңнен ұзай қоймапты. Дегенмен сіз арасында жақсы жігіт керек. Құстымас әжем қолында сезіпті. Қарашаға ендеше Болдық, бір минут болдық. Танаймыз, кім қанша оқыды, кім көп оқыды екен ғане? 21. Ой, жарайсыңдар жігіттер, тағым өтті санап. 183. 185. Менікі 191. Менікі 192. Ал менікі 195. Сонда кім жерінде? Енді кім ғане өлең оқу біледі? Men
Асылжан. Ау, Жаңағы Ne өлеңді айтасың? Bilmeye kaldım. ал дейсіз. Басында былай айттық қой. Кім өлең оқиды дедік. Bileyim mi? Иә, өлең. Мен оқимын дедім. Не өлең оқисың бастай. тура жаңағыдай тұрып Баянғали Әлімжанов, қазақтың мен де ақ көңіл баласымын. Аңсаған адамдардың жарасымын, арнаған туған елге барасылын. Қиялы көп болғанымен зияны жоқ, қазақтың мен де ақ көңіл баласымын. Кейде тоқ, кейде болдым жүде жатау, керекпе сөз көбейтіп бәрін санау. Апырмай, мен де осындай болсам дейтін, тұлға көп адамзатта қадау-қадау. Ешкімнің биігімен таласпаймын, өзімнің жолым жатыр тарау-тарау. Жалғанда жаманшылық қуыспаған, адамдар ақ белді туысмаған. Алла деп ақ сөйлеген домбыра алсам, жалтақтап жан ешкімнен ығыспаған. Түсіме кірігілі бабаларым, жолбарыс шанарқамнан уыстаған. Су кетпесін мөп-мөлдір бұлақтардан, от кетпесін тұтанған шырақтардан. Белдерің бүгілмесін еңсең түсіп, арқаңа тіріліп артқан сұрақтардан. Ұзақта мәнді болсын ғұмырларың, қазақтың өлеңінде шумақталған. Мәңгілік жырлай берсін дала тыңбай, жырларың өсе берсін бала тыңдай. Көргенде жарқын жүзді адамдарды, әппақ нұр жүрегіме толатындай. Сол нұрды көбейтсін деп дүниеге, себебін қарлығаштың қанатындай. Al balalar, енді қызық болады. Біз қазір жүгіруден жарысамыз. Ya, sodan кейін Брусияда жарысамыз. Содан кейін турникке тартылып ойнаймыз. Түсіндіңдер ме? Иә. Жаңағы от түсінсеңдер бір қызық болады. Сонымен қазір біз жарысымызды бастаймыз. Ата мен де жүгірсем бола ма? Кел. Тұр сапқа. Ал балалар енді біздің бүгінгі жарысымызға төреші болатын адам міне алдарында тұр. Ал дайындаламыз. 1, 2, 3.
Asылcan, ayağına ne oldu? Үйдің ішінде роликтен құладым. Ha? Ролик. Үйдің ішinde. Қалай құлап жүрсің одан? Мініп құладым. Сосын не болды? Сосын қайырылыпсың. Ayağın бар. Қай аяғың? Мынау. Ой, жілігінен не? Қатты батты ма, ауырды ма? Жыладың ба? Енді. Кішкене қалым. Сосын не қылды? Сосын гипста жаттым. Екінші сау болдым. Екіншіде белттен құладым. Ja, бағанағы сынған үстіне тағы құлап жүрсің ба? Қай жерде құладың? Сарбілде осы. Осы ауылда ма? Сосын? Ана үйде белтпен бүйтіп жүріп қайып қойдым. Сон тағы да аяғың ауырды ма? Тура сол аяғың? Сосын қазір сау болып осымен жүр. Жоқ, соны велосипедтен құлағанда, сол бұрынғы роликтен құлағанда сынған жерің тағы сынды ма? Енді қазір қалай? Жақсы. Жақсы болып қалсың ба? Бүгін жүгіргің келді я балдармен. Сосын келе салмай қалдың, неше ештеңе етпейді. Енді алла жазса бір-екі айда бәрі бітіп кетеді. Сосын шауып кетесің, жарайды. Қадағыма нұр жазсын. Aha. İsteyeyim mi? Gece komikisi geldi. Sen de var ya. Sana. Ne oldu senin içersin? Üç, dört. Kol soğamız. Üçüncü gün. Tommy. Давай, Икке, Тони, давай. Ой, брев. Щу. До конца. Щу. Отдал. Щитил. Щит. Холос. Он. Onlar. 12. Oy. 13. 14. 15. O kol soğamız yer asılga. Endi kim? Al Arnur.
Al kol soğamız Arnur'a. Ay jaraysın aneki. 4 ret tartıldı Asılcan. Al Toki. Çok güzel gel. Hürmetli balalar. Mine bizim jarısımız. Ayakta. Sender barlığında kuştu önör körsettiңдер, солай ма? Olay bolsa, kim aldı birinci orunda? Yarasıl nesimen aldı? Жүгірді турниктен ең көп. Жүгірді турниктен 15 рет тартылды. Ярасылдың құрметіне қол соғамыз. Кел, бұл жеңімпаз болды. Бұл Ярасыл осы Сарыбелдің баласы, ауылдың баласы. Енді екінші орынды кім алды? Арнұрға қол соғамыз. Бұл неден алды? Жүгіруден. Екінші орын. Турниктен екінші. Брустан ше? Брустан? Бәріміз. Арнұр, бұл да Сарыбелдің баласы, ауылдың баласы. Жеңімпаз болды. Ал енді үшінші орынды кім алды? Гүлдана, сосын Апық, Нұрмұхаммед. Ол қайсыдан алды? Мен жүгіруден екінші орын келдім. Үшінші орын. Апық турниктен үшінші орын алды. Онда екеуіне бірдей үшінші орын береді, солай ма? Гүлдана Сарыбелдің қызы, ауылдың. Нұрмұхаммед, ол Астананың баласы, қаланың баласы. Сондықтан мінекей бәрі бірдей келді. Енді 4-ші орынды кім алды? Томи неден алды? Томи жүгіруден қалып қой деген артында. Бірақ ол турниктен алды. Онда Томиға жүлделі 4-ші орын береміз. Томи ол Астананың қызы. 5-ші орынды кім алды? Токи кел. Токи кел. Токи. Негізінде Токи ең кішкентайы. Сондықтан бұл қазір бұның жүлдесі ерекше. Ал рахмат, бақытты бол. Енді біздің ішімізде бір ерекше жүгірген жігіт бар. Ол кім? Асылжан. Ол қазір кішкене аяғын ауыртып алып қиналып жүр екен. Бірақ та ол алла жазса 1-2 айда жазылғасын. Ол әлі бәрінен озып кетуі мүмкін. Солай ма? Сондықтан Асылжанға да жүлде беріледі. Құрметіне қол соғамыз. Sen adamın oyuna gelmesini sırak sırayısın енді оны. Onday әңгіме, onday дерек жоқ. Бірақ Nuh пайғамбардың кемесі үлкен болған ғой. Су айдаса кеме қайда бармайды. Үлкен кеменің жолы да алыс болады. Ол басқа тауға барғанда бұл жерге де келуі әбден мүмкін. Ғалымдар айтады, Nuh пайғамбардың кемесі Арарат тауынан тоқтаған дейді. Сосын Аль-Гуид деген тауға тоқтаған дейді. Ай, бұл сөзім дұрас. Мен де бір жерден оқыған, бірақ ол былай болуы мүмкін. Енді топан су қаптады жерімізді. Ол топан су тартылмайды енді. Nuh пайғамбар бәрімізге жүзіп келе жатқанда ең бірінші қандай тау көрінеді? Ең биік. Биік тау көрінеді. Енді Арарат көрінген бірінші. Аль-Жуйля дедім ба? Ол көрінген. Содан кейін не істейді енді? Көрінген тауға келіп тоқтайды ғой Nuh пайғамбар. Сосын әлгі Аль-Жуйляға арабтарды түсіріп кеткен. Араратқа келіп армяндарды түсіріп кеткен. Сосын армян қарай жүзе берген ғой енді. Сол таулар өзінің биігімен кездескенінде тоқтап, біздің қазақтар асықпай жата берген ғой, бір ұйқымызды қандырып алайық.
асықпай демалайық деп жата берген. Сосын ең соңында аласа тау қазығұртты көрген. Қазығұртқа келіп тоқтаған. Вот міне атамыздан өлең қалған ғой. Қазығұрттың басында кеме қалған, ол әулие болмаса неге қалған? Жетім құлын түбінде жатып қалып, қамбарата жануар содан қалған деген. Ары қарай айтып беріңіз кәне. Қазығұрттың басында кеме қалған, ол әулие болмаса неге қалған? Жетім қозы түбінде жатып қалып, Шопан ата жануар содан қалған. Қазығұрттың басында кеме қалған, ол әулие болмаса неге қалған? Жетім бота түбінде жатып қалып, ойсыл қара жануар содан қалған. Атамыз пайғамбарымыз сонда қазақ болған ба? Сен де бір қызық сұрақ қойдың, анау кемедегі қой мен жылқыны жеп қоймағанда қарағанда қазақ болмау керек. Балам, мына шеген ана сағатқа сатып беріңізші. Ой, рахмет балам, жақсы болса. Болды.
Ура! Әже! Қайсың? Қалайсың әже? Ауылда бәрі жақсы. Тез жазылып кет. Күшті демалып жатырмыз аяқта. Міне бәріміз осы жерде жиналып алдық, балалар. Міне Асылжан, міне Томи, міне Апоп, бәріміз жиналып. Міне бәрі жақсы, міне енді. Өткен жол сет жасамаған, осы жерден сет жасап, міне саған звондап тұрмыз. Қатсаң кеттік, тезірек келші. Сен неге қолыңды алмадың? Қазір коронавирус уақыты қол алысуға болмайды. Атам менің қол беру құрмет деген. Ал менің атам қазір қол алысып құшақтасуға болмайды деген. Өйткені адамның қолы арқылы басқа адамға вирус, микроб, бактерия жұғуы мүмкін. Сондықтан да тазалықты сақтау керек, қол алыспау керек. Сенің атаң біздің жүлдені қашан береді? Атам айтса береді, алдамайды. Жоқ, бұл жай нәрсе екен. Мынау немене? Сол кезде собачка.ру несі ме? жақта. Баясы біле. Дай бұйырса кентіне Қызылсайымыздың жайлауына Қарасай, Аюсай.
Tart elim ayda. Tartığı, vay canım adam bu ne? Ben atasını tartkan badasın. Bu talabından durur olsun bana. Amin. Ayasın, balan özünü tatsın ben bilin. Vay canım, sotku karanca bir olursunlar ve dombra tartıp, bas boyun oynap, Östüme suğuruk koy, hazır ballarını karasan bari tutulan sotku. Bana şikayesi bir kızıkbay domburağa nege. Biz özümüz kişkene günümüzde kanda Kazak'tan asığın oynap, koklarını tartıp östü koy. Mantığa kadar gazılların kolu bozsa bu sotku bayken. Ol bizde de sol. Aytör soldan aygaylap жүрүп, ey. Кичкене китап окана соткан таста деп жүгүрүп жүргөнүбүз. Sen ne buladı düşünbeysin. Endi сол сот аркылуу үйрөтүү керек домбураны. Китапты бирдеме кыларбыз энди. Бул мына бенде Элимайдын өлеңи аталарыбыздын аманаты ғой. Балдар билип жүрсүн деп үйрөтүп аткан. Жақсы can. Bağların baktı olsun. Amin rahmet. Al. Assalamualaikum. Aleykümselam balam. Gel oğul gel. Men obustan kelgen ökülüm. Vay canım ökül olsun. Gel törgöç çık balam. Gel oğul otur. Vay beri geldim ne? Bakıp oturursunuz. Men sizlerde avuldu tekşerüge kelgen kanışam. Gel жақсы. Ay. Sonda neyini tekstireyim demişsin ey sen? Kimdi tekstireyim demişsin? Bakende tanımay kaldın da. Vay özümüz ciğen koy. Orada aski maski tanımadı. Artist olayım demişsin. Vay atasında da satası yaktı. Artist buladı mı? Ой, canım. Atasını tatma canım. Aman da cansın uzak olsun. Ya balam, olmasın bunu niye fokus ko'rsatibsiz? Ata men bir kino tushirgim kelibdi. Aha. Sal neytral tushiryapmini bilmayman. Ha, so buna o'ynab yurgan rolim qo'y endi o'zing shu oblastning o'kili bo'lib. Endi yaxshi aytsa. Balam, talabama nur olsun. Bu biroq kinodan o'ta qiyin uni. Onu o'ylanay. Qanday kino suratini jaraymi? O'ylanib aqldasib qo'ying. Al endi bulay bo'lsin. Artist bo'ldinglar. Domburachi bo'ldinglar, to'laymi? Al endi kichkina жұмыс істейді. Қазір ағаш кеседі. Бақ келіндерімді ауыстырып дайындалды. Мә, балам. Ағаш кесіп көріп педіңдер қалада?
Koy. Tut baltayı. Oldu. Покажи Şiş salma. Aldık. Mына араны салмақпен баспайсыңдар. Ара өзінің салмағымен жату керек. Түсіндің ба? Сол тек ары бері тартып отырасыңдар. Осы ғана. Тартып отыр ол время. Мен тарттым, сен тарт. Міне, сен итергенде мен тартам. Көрдің ба? Енді тоқта, мынаны сындырып тастауға болмайды. Ана жақты кесіліне қаламыз, енді былай жүреміз, тоқ. Өзіңе дейін толық тартып жүрмін. Араны секіріп тұр, өзіңе қара. Тартып отыр. Бұларын ақа, міне, о! Міне. Бокстағы сияқты ғой. Аха. Бокстағы сияқты, ударил. Ұрдың тартып қалды, о! Мен бұлау араны қысықталды қазір, ол сынат деген сөз. Сол кезде біз аламыз. Мінеке, көрдің бе? Енді бері қара, ұстап тұрады. Енді мінеке. Бая келеміз. Ұстап тұр Айдар, кім? Арындар, кел. Бұл ағаш кесуді бізге әкеміз үйреткен. Кішкентай кезімізде велосипедпен орманға баратымыз. Түсінің бе? Содан тік тұрған ағаштарды жығамыз, бұлай кесеміз онда. Вот ағаш кескен деп соны айт. Az kaldı. Ben nasıl ıslık? Mam bu may. Mum tasdıysan. Ha? Tasda. Stamay. Şunlar. Çamurluklar gitti. Biliyor musun bir de? Балтаны мына күшті қолың алда болады, оң қолың. Аяқ мынадан дұрыс ал. Мінекей. Сосын аласың да. Міне. Көрдің бе? Міне. Көрдің бе? Енді қара. Көрдің бе?
To'xta balam. Baltani Buraya aldın. Ya. Şimdi kara. Olay sal. Gördün mü? Yen dursun mu? Bulay kayırıp dur. Buna kanır olsun bulay. Benim mıktı turu gerek balta. To'xta balam. Buna jarlayın deb turdi. Qaniki, bulay urasin. Ko'rdingmi? Qarag'ash qattiq bo'ladi. Qarag'ay bo'lsa jarlar bag'ana. Buni qarag'ash qilib ketgan, tushundingmi? Bu balta batmaydi. Har bir joyga. Ketdi, ko'rdingmi? Ha balam. Bunda ne yaptırsın? Әжеме сонда баламай жатам. Ата әжемді салып кеттім. Әжеме барайықшы. Ay balam ol айтуың бар орынды. Ал қазір бірақ коронавирус. Бұл жұқпалы ауру білесің, түсінесің бәрін. Әжең сендерді әлі жіберді ауылға. Сондықтан біз оған бәрі қасына барғанмен пайдамыз жоқ. Біздің көмегіміз осы. Сондықтан құлыным Алла жазса бәрі жақсы болады. Жазылып барады. Бұйырса келеді әжең. Ата, мен біскенде дәрігер болам. Адамдар коронавирустан емдеймін. Әжемді емдеймін. Ha belki kalaysız. 20 maşine mi? Niye kayda? Baldar erten tavga varsak deydi. Ha, diyorsun barak da. Ana jaylavdağı yugo. Ular kızıgıp nesebetmen barak deydi. Oğa şarşamayın nesebet. Şarşamaydı var biz artık jürömde oturamız. Ay kıdırık besin ya tabiatı görüp evde şarşasa şarşasın. O tüptü kızık buladı artından jürüp otsak ya. Onda şifreyi geçen apart bilek. Жақсы, рахмат. Ал жоğumuzla yermemiz еді. Ya soğuktan bakır. Ya jaraysın yani. Çok beğendi. Жақсы, рахмат. Демалыс жарияладық. Апа, су ішіп алайыншы. Мен
Biraz verdik özü, qara. Balası. Evet, çoban. Al. Temirde. Ay. Mene lan. Ne qara? Ya, ne. Sekenin bontu çıxan. Bir жақсын qapты. Çıxan qoysun. Үзіліп кетті бұл тап. Көрсетші. Спарклеу керек, сіне алмайсың, механик. Қай жеріне қай? Қандай жеріне? Механик. Ойбай, спарклеу. Давай, сигналист. Арнер, давай. Ата, бір қызық сұрақ қойсам бола ма? Қоя ғой. Бала кездерінде ағаштан садақ жасап ойнадыңдар ма? Ай, сен де қайдағын еске түсірдің ғой. Ойнағанда қандай, біз ойнағанда біз ойнайық. Садақ деген өзі керемет қызық нәрсе ғой. Біз оны батырлар жырынан оқып, естіп, сосын кинодан көріп, қызық көріп, соны атып ойнағанда. Сөйтіп жаңа еліктедік. Шынында келгенде батырлардың садағы баяғы заманда тартып атқанда 700 метрге дейін жетеді екен. 200-400 метрден сауыт тесіп өтеді екен мысалы. Вот сондай күшті батырлар болған. Біз енді ондай садақ істеуді білмейміз, бірақ балалық кезде кәдімгідей ойнадық. Садақты неден және қалайнан жасадыңдар? Садақты біз негізі садақ жасау үшін кеккен қайыңнан тіліп, кәдімгідей ағашпен нетіп отырып, оның шебер адамдар жасайтын болған мықты садақтар. Біздікі жай ғана кәдімгі талдан, ағаштан етімізді қолымыздан келгенше екі басын тартып, бір мықты жіппен байлайтынбыз. Сонда әжептәуір болады. Содан кейін соған ұзынша түзу бір бұтақтардан жонып жебе жасаймыз, оқ. Содан аламызды тартамыз, бүйтіп өзімізше жаңағы қарды көздейміз, шөпті көздейміз, картонды тесетіміз атып мысалы. Өзіміз ойлаймыз, жаңағы қоян, түлкі ауласақ, қасқыра болмаса да енді қоянды атат шығармыз деп ойлайтынбыз, бірақ ол садақ пештемен біз атқан жоқпыз. Бірақтан нені аттық? Қағаз солай көздеп.
Оның енді қызық жері сол, балалық шақтағы естелік. Ауылдың балаларының бәрі сондайды алып, жаңағы көздеп ойнайтынбыз. Оғын неден жасағансыздар сол? Түзу ағаш жарай бере ме? Ағаштан жасайсың. Оның енді басына темір, ол нағыз садақтың басына, ағаштың басына темір болат жебе оқ кигізеді ғой. Біз олай өйтіп басына темір қадап неткен жоқпыз, өйткені ол байқамай балаларға тиіп кетсе, ол жаралайды кісіні. Біз сол шыбықтың, ағашты шыбықты дәлдеп көздеп ататынбыз да. Соны өзін қызық көретінбіз мәз бар. Оны неге сұрадың? Жай. Жай сұрадым. Ай, бірден ойлап тұрсың ғой сен. Tak canım. Ne dev gerek? Rahmet. Ем болсын. Ем болсын балалар.
Şapamdыкı var. Siyama. Merhaba tete. Merhaba tete. Şapa. Hamiri sen. Sumka oğlum. Sauga. Mine ballarım qarаңдар, қандай табиғат, керемет. Жүрегіңе сыйғыз алсаң болғаны күллі ғалам саған сыйға берілген. Құдай тағала бізге қандай керемет табиғат, жер сыйлағанбыз. Осының өзін адамзат қадірін білмейді кейде. Өзіміз бүлдіреміз, ластаймыз, қорлаймыз, өртейміз, бұлықтырамыз міне. Соның барлығының қазір зардабын адамзатты жан-жануарда тартып жатыр. Біз осы табиғаттың тазалығы үшін күресуіміз керек. Мен сенің киноның идеясын таптым.
Біз дүниежүзілік табиғатты қорғау ұйымының өкілдеріміз. Мировой. Сіз табиғатты сүйесіз бе? Иә. Табиғат аясында демалғанды жақсы көресіз бе? Иә. Табиғат аясында демалғанда тамақ ішесіз бе? Иә. Ол тамақтың қалдықтарын лақтырып кетесіз бе? Ол мен емес, қосы лақтырған Айдархан. Жоқ, апа, енді сіздер табиғатты ластап тұрсыздар. Сосын енді жауап беру керек. Ол Айдархан наған лақтырған Айдархан соттанды. Жоқ, апа, ешкімді соттайын деп тұрған жоқпыз. Осы жақын арада, осы демалыс күндерінде біз тауға барып, тауды тазалаймыз, қоқыстарды жинаймыз. Бізбен бірге барыңыз. Иә. Айтпақшы, сол жаңағы Айдархан қайда тұратынын білмейсіз бе? Мұнда тұрады, көрші. Көрші дейсіз бе? Көрші. Жарайды. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Бұны қайда апарасыз? Сайға тастаймын, сайға лақтырып. Аға, табиғатты ластауға болмайды. Аға. Қайдағы ластамаңдар, туған жері аялаңдар, қоқыс пакет тастамаңдар. Қайдағы ластамаңдар, табиғатты ластамаңдар, туған жерді аялаңдар, қоқыс пакет тастамаңдар. Қайдағы ластамаңдар, табиғатты ластамаңдар, туған жерді аялаңдар, қоқыс пакет тастамаңдар. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Сәлеметсіз. Біз дүниежүзілік табиғатты қорғау ұйымының өкілдеріміз. Біріккен ұлттар ұйымы. Аға, сіз туған жерді сүйесіз бе? Әрине. Табиғат аясында демалғанды жақсы көресіз бе? Табиғат аясында демалғанды кім жек көрсін? Демалғанда тамақ ішесіздер ме? Әрине, тамақ ішеміз, тауға шығамыз, ойнайып, күліп демалып қайтамыз. Ас болсын. Демалғаннан кейін қоқыс пакет лақтырып кетесіздер ме? Енді оны лақтырып кетпегенде мен оны үйім алып кетем ба? Міне, сіздер табиғатты ластап жүрсіздер. Қазіргі кезде адамдар деген көптеген қоқыс пакеттерді мұхитқа лақтырып жүр. Мұхит деген ластанып кеткен. Көптеген балықтар қырылып жатыр. Біз балық жемейміз. Сіз балық жемейді деп балықтарды қыру керек па? Біздің даламыз ластанып бара жатыр. Қоқыс пакет бүкіл жерде жатыр. Біз осы жақын арада тауға барамыз, тауды тазалаймыз. Қоқыс пакеттердің бәрін жинаймыз. Бізбен бірге барыңыз. Тапқан екесің ақымақты. Сонда мен не, елдің қалған қалдығын тазалауым керек па? Жер бетінде 8 миллиард адам бар. Әрбір адам 10 пакеттен алып тазалайтын болса, 80 миллиард пакет тазаланады. Жер тазарып қалатын еді. Сондықтан сіз бізбен бірге барыңыз. Әй, айналайын інім, бұның жөн екен. Біз қағаз қалдығын да, қоқысты да, тамақтың қалдығын да бәрін тастайды екенбіз, арыққа ағызады екенбіз. Біз табиғатты бұзып, табиғатты бұлғап жатыр екенбіз. Сол себепті мен сенің бұл ісіңді қолдаймын. Мен де ауламды тазалауға тырысамын. Сізді күтеміз, аға. Қызық болып жатыр, атам интернет қарап отыр.
Ау, қалайсың? Аха, не деп жатыр дәрігерлер? Аха, жақсы ма денсаулық? Аха, енді бәрі дұрыс болса карантин өткізін жібереді ғой, иә? Ай, тезірек кел, балалар сағындай. Енді мен де сағынам ғой әрине. Ай, аман бол, кемпішка. Аха, балалардың бәрі сені әбден осы әжеміз қашан келеді деп сағынып болды әбден. Аха, давай, күтеміз енді тезірек. Алла шипасын берсін. Ата, сіз біздің жүлдеміз қашан бересіз? Қандай жүлде? Біз жарыстан ұттық. Қашан ұттың? Ұтып алдық. Ай, білмеймін. Кәрі кісілер бар ғой, біреуге беретін ұмытып қалады, алатын ұмытпайды. А? Қандай сыйлық сенікі? Кітап. Кітап берейін ба? Жарайсың, өзің айттың. Мен сендерге керемет сыйлық дайындап жатырмын. Былай балам, мен ұмытқам жоқ, сендер жарыстыңдар. Бәріңе жақсы сыйлық беремін. Бірақ мына карантин деген болып жатыр ғой қазір, коронавирус. Сонымен қалаға шыға алмай жатырмын. Дүкенге бара алмай жатырмын. Көрдің бе? Кішкене жағдай түзелгеннен кейін барам да сыйлықтарымды әкеліп беремін, иә? Ай, жарайсың, ұмытпаған. Балалар, балақайлар, өткенде сендер жарыстыңдар, мен сендерге жүлде беремін деп уәде бергем. Бүгін қалаға барып, балалардың шашын алдырдым. Содан кейін сендерге жүлде әкелдім. Қандай жүлде деп ойлайсыңдар? Ой, молодцы, жарайсыңдар. Ал, бәріңе қазір қазақша кітап сыйлаймыз. Томи кіші нағашысының үйінде қалды. Оның кітабын Нұрмұхаметке береміз, ол тапсырады. Жылан. Қане жылан? Ой, жаңа осында болды деймін. Қайда кетіп қалған бірдемде? Осында шын көрдім мен. Қош. Ой, апық көрдім мен, шын айтамын. Өмді жылан емес қой? Иә. Басың бұра? Мен көрген жылан светіне ұқсайды оны. Шош кеттік қой. Абдөш, сен не үшін сасанып отырғайсың? Оны неге сұрадың? Мен 9-шы классқа көшкем, жасым 14-те. Алдында кітап оқығанда Ерасылдан, Томидан қалып қалдың ғой. Абдөш негізі қалған жоқ. Ерасыл сөз санын қосып жіберді. Томи болса Ерасылдан да асырып жіберді. Алдады бәрі. Біліп едім. Қос. Осы қаланың балалары қазақша жөнді білмейтін сияқты, Неге? Мені ата мен әжем бала кезінде қазақша өсірген. Қазақша өлең білесің бе? Иә, мен бала кезімде оққам, сендей кезімде оққам, мектепте оққам. Ал қазір айтып бере аласың ба? Қазір көрейін. Тілім барда, күнім де бар, айым бар. Тілім барда, иманым бар, ойым бар. 4 құбылам түгел менің тіл барда. Түн ұйқымды 4 бөлмейді уайымдар. Тіл білмейтін, тіл алмайтын тентектер, тілімізге тиіскенді қойыңдар. Жерім үшін төгілмеген қан бар ма, тілім үшін егілмеген жан бар ма? Дін мен тілім бермей кеткен бабалар, көк қанжары жалақтаған жоңғарға. Өз билігің өз қолыңа тегенде, өз тіліңнен айырылар жөн бар ма? Жоғалмайды ана тілім мен барда, жоғалмайды ана тілім сен барда. Біледі екенсің ғой?
Шашыңды алдырғансың ба? Иә, мектепке барамыз деп атам екеуміз алдырып келгенбіз. Мектепті сағынып кеттім. Бұл жылы офлайн бола ма екен, әлде онлайн ба? Ал мен кинотеатрды сағындым. Осы жақында Человек-пауктың 3-ші фильмі шығайын деп жатыр. Соны күтіп жүрмін. Человек-паук да маған ұнайды. Сол киносы да маған ұнайды. Тағы қандай геройларды жақсы көресің? Халк, Железный Человек-паук. Железный Человек ба? Иә, Железный Человек. Одан кейін Доктор Стрэндж. Тор. Солар ұнайды. Ерасыл, геройлардың ең күштісі кім екенін білесің бе? Иә, білем. Тапсаң, мен саған 5000 теңге беремін. Ал егерде таппасаң, сен менің айтқан ісін бәрін істейсің бе? Иә, істейм. Істейсің бе? Иә, істейм. Болды онда. Келістік. Давай. Егерде қашатын болсаң, не? Адош пен Гүлдана куә. Ең күшті батыр кім? Халк. Жоқ, дұрыс емес. Тағы бір мүмкіндік берем. Человек-паук. Дұрыс емес. Тағы бір мүмкіндік берем. Соңғы мүмкіндігің. Кім? Железный Человек. Жоқ, ең күшті батыр Алпамыс батыр. Алпамыс деген кино герой жоқ қой? Неге жоқ, бар ғой? Алпамыс батыр қазақтың батыры, өзі жалғыз 100 000 әскерге шапқан. Атса мылтық өтпейді, шапса қылыш кеспейді, суға салса батпайды, отқа салса жанбайды дейді ғой. Алпамыс сенің айтқан геройлардың бәрінен күшті. Алпамыс біздің атамыз, мықты, батыр. Ал енді, Ерасыл, сен жаңа сөзден батыр дұрыс таба алмай жеңіп қалдың ғой. Сен қасы 9 малық жейсің. Жейм. Ой, жейсің ей? Жейсің. Жегерейді. Жемесең ондаға сүтке қосып берем, шесің. Жоқ, жемейм. Жаңа айттың ғой. Айтқанның бәрін істеймін дедің ғой. Жоқ. Неге жігітше сөзіңде тұрмайсың, ә? Жемейм. Шесің қас. Жемейсің, іштіртен қас. Сүтке қосып берем. Жоқ. Шесің. Айтыңдар шеді ғой міне. Жаңа жігітше айтты ғой, жігітше. Шесің. 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 Ерасыл енді шық қой. Іші? Дай, көп ойланба да. Іш. Іші там, іш. Жұттың ба? Ой, ұстамай, бол, не бол? Мынау кәмпит қой? Алданып қалдың. Ал кәмпитті жұтпай қайтасың. Алдамдың әді. Ой, кәмпит осы жақ қойсай.
Тәте, сіз туған жерді сүйесіз ба? Табиғатты ластамаңдар, қоқыс пакет тастамаңдар. Анашым, туған жерді сүйесіз ба? Әрине. Табиғатты ластамаңдар, қоқыс пакет тастамаңдар. Табиғатты ластамаңдар, қоқыс пакет тастамаңдар. Табиғатты ластамаңдар, қоқыс табиғатты ластамаңдар. Қойыңдар болды. Қайтедейм ме екеуі? Табиғатты ластамаңдар, қоқыс пакет тастамаңдар. Табиғатты ластамаңдар, қоқыс пакет тастамаңдар. Табиғатты ластамаңдар. Қойыңдар болды. Асылжан, Тоғжан, қойыңдар. Табиғатты пакет тастамаңдар. Табиғатты ластамаңдар. Табиғатты ластамаңдар, қоқыс пакет тастамаңдар. Мына екеуіне не болған? Қойыңдар. Табиғатты ластамаңдар, қоқыс пакет тастамаңдар. Ай, қойыңдар. Асылжан, Тоғжан, ар бара ғой. Табиғатты ластамаңдар, қоқыс пакет тастамаңдар. 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 Балаларым мен қоқсықты анау қоқсық төгетін ауланың шетіне тастаймын. Оны атаң апарып Сарбелдің ай жағында қоқсық төгетін жер бар, соған тастайды балам. Табиғатты ластамаңдар, қоқыс пакет тастамаңдар. 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 Әже, ертең келетін болдың ба? Ертең шығарама не? Жақсы болды. Ертең кел. Шын ба? Ура! Давай, әже, сен күтеміз.